Assalomu alaykum do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Janibek Alimxanұлының ресми түрде әлем чемпионы атағы берілді. Орта салмақтағы қазақстандық боксшы Janibek Alimxanұлы дүниежүзілік бокс ұйымы WBO нұсқасы бойынша ресми түрде әлем чемпионы атанды, деп хабарлайды. Америкалық боксшы Demetrius Andrade WBO титулына бас тартып, екінші орта салмаққа өткен. Осылайша ол белбеуі үміткер болған Alimxanұлымен жұдырықтасудан жалтырап кетті. Сондықтан ұйым қазақстандық боксшы әлем чемпионы ретінде ресми түрде мойындатты. Janibek Alimxanұлы орта салмақта уақытша әлем чемпионын толқындай чемпион мәртебесіне ауысты, делінген WBO хабарламасында. Alimxanұлы уақытша чемпиондық белбеуге британиялық Денни Дигумды нокаутпен жеңгеннен сол қол жеткізген. Достар, сіздерге бір нәрсе қызық па? Айдос Ербосынұлы қазір қай жақта? Айдос Ербосынұлы қазақстандық кәсіпқой боксшы 1991 жылы 14 қарашада Жаркент қаласында дүниеге келген. Ал орта және екінші орта салмақта санаттарында өнер көрсетіп, WBA International, WBO Global, WBS Asia International және WBS Asia титулдарына ие атанады. 2022 жылдың қараша айында Айдос кубалық Давид Марельмен WBA World белбеуі үшін жекпе-жек өткізіп, 12 раунд нокаутқа түсіп, алғашқы рет жеңіліс тапты. Бұл жекпе-жектен кейін ол ауыр жарақат алып, ақш ауруханасында ем қабылдап және желтоқсан айында Қазақстанға оралды. 2025 жылдың ақпан айында Айдос өзінің кәсіби мансабын жалғастыру туралы маңызды мәлімдеме жасап, жанкүйерлерін жақсы жаңалықтармен қуантатынын айтты. Сонымен қатар, ол келесі жекпе-жегін ақшта өткізуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Қазіргі уақытта Айдос Ербосынұлының нақты орналасқан жері туралы ақпарат жоқ, бірақ ол алдағы жекпе-жекке дайындалып жатқан болуы мүмкін, деп айтады. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. 5 сәуір достар, Janibek Alimxanұлы мен франциялық Ануэль Негамесин арасындағы жекпе-жек болады. Бұл жақта анық нақты фаворит Janibek Alimxanұлы деп тұр барша журналистерді достар. Ол Астанада болады. Сіздермен спорт жаңалықтары болды.